Екі жаққа сәттілік, бірінші PDF ойнайын деп жатса да бір керемет деңгейде ойнайды деген ойдамын. Нақты үлкен бір форматта негізделмеген идеялық елді сияқты ойын. Тақырыпты қарарды түсінікті, барлық білет. Сол себептен екі тарапқа сәттілік тілей отырып, ортаға қазір кісілер отырғаннан кейін. Ортаға президент ханым, сізді шақырамын, уақытыңыз 5 минут, тиімді пайдаланыңыз. Тақырып адам бұл жыртқыш дейді, кілтсіздері келейік. Құрметті достар, қараңыздаршы, жыртқыш дегеніміз ол белгілі бір өзінің бір мақсатқа, яғни бір мүддеге жетем деген жолда ештеңені аямауы. Міне осы нағыз жыртқыштық. Ол кеңдікке байланысты болуы мүмкін. Ол қарнын тойғызуға байланысты болсын, немесе бір билікке жетем деген. Яғни өзінің белгілі бір мақсатқа жету барысында ештеңені аямауы. Міне құрметті көршілер, осы нағыз жыртқыштық. Алайда адам дегеніміз, адам баршамыз білеміз, бәрі де қолынан келетін тіршілік иесі, иә? Бәрі де қолынан келеді, оны баршамыз қолдаймыз. Енді құндылық менде мүдде. Иә, расында бұған жететін критерий жол іс-әрекет. Құрметті көршілер, қараңыздаршы, бір мүддеге жету үшін адам ешқашанда ештеңеден тайынбайды. Міне адамның жыртқыштығы осында да, құрметті көршілер. Яғни ол іс-әрекет жасау арқылы сол мүддесіне жетеді. Ал іс-әрекетті көбінше құрметті достар, ол жыртқыштыққа алып келеді да. Яғни нәтижесі жыртқыштықтың көрінісін табады. Енді аргументтер. Бірінші аргумент ол көзқарас деді. Яғни кез келген адамның өзінің көзқарасы болады да, бірақ дәл сол өзінің көзқарасымен жүремін деп арада біраз жыртқыштықтар жасайды. Мен ол менің де басқа көзқарасым бар, сіздердің де басқа көзқарастарыңыз бар. Яғни өз көзқарасымен ол ешқашанда өзінің қалаған дүниесіне қанағаттанбай, қанағаттанғанша қолынан келгенше, яғни жыртқыштықты жасауы мүмкін. Енді екінші аргумент бұл менде тарих. Тарихтың өзі бейнелейді адамның қаншалықты дәрежеде жыртқыштығына құрметті көршілер. Мәселен бірінші, ашаршылықта алайықшы. Ашаршылықта адамды жеуге бар. Бірақ сол ашаршылықты да туғызған адамдар болды ғой, құрметті көршілер. Яғни сол ашаршылықтың жүзеге асырған жыртқыш адамдардың өзі болды ғой, құрметті көршілер. Міне осы, яғни 27-ші жылы Голощекиннің өзі осыны енгізген болатын, иә? Енді соғыс, мәселен соғысы, қаншама соғысы, белгілі бір жерді аламыз деді олар, иә? Жерді аламыз деді, қаншама адамның болсын, ол жерде жылқылардың болсын, жануарлар болсын, табиғатқа қанша зиян келтірді, қанша адам ол жерде құрбан болды. Яғни бірін шауып төгіп, қырып жатыр бірін. Яғни бұл да жыртқыштыққа жатады ғой, құрметті көршілер. Жыртқыштық дегенде біз тек қана қасқырдың қоянын ғана жеуін елестетеміз. Яғни адамның өзі сол бейнеге кіріп тұр ғой қазіргі таңда. Соғыстың өзі бейнесі, Шыңғыс хан болсын, басқа да бір соғыстан алыңыздаршы, ешбір жерде жыртқыштықсыз өтпейді, құрметті көршілер. Үлкен жыртқыштың көрінісі соғыс болып тұрады. Екінші, одан кейін полигонды да алсақ болады да жыртқыштық тарихтың өзінде. Сонымен қатар Бесланда 1 сентябрь күні бір мектепті жаулап алды. Нәтижесінде сол мектепте оқушылар ата-анасын көзінше қырып жойды ғой. Яғни жыртқыштық жасады, құрметті достар. Яғни үлкен жыртқыштықты міне осы жерде аю қасқыр емес, керісінше адамның өзі жасап отыр да, құрметті достар. Енді келесі екіншісі ол адамның жыртқыштығының бас көрінісі ол білімділігі, иә. Үшінші аргумент менде бұл пайдасыз жыртқыштық білім болып табылады да, құрметті көршілер. Яғни міне біріншісі Әл-Фараби айтып кеткен осы жерде тәрбиесіз білім адамның қас дұшпаны. Міне нағыз адамның білімділігі, бірақ ақылсыздығының арқасында ол жыртқыштыққа, үлкен жыртқыштыққа жол береді, құрметті көршілер. Яғни динамит ойлап тау, көптеген жаңалықтардың баршасы міндетті түрде бір зиян тигізеді. Калашник талайға өзі ашты, бірақ сол калашникпен қанша адамдар қырылып жатыр ғой. Яғни бұл да бір жыртқыштық қой. Бұл жаңалықтың өзі үлкен жыртқыштықтың көрінісі ғой. ВИЧ, то есть спидті де адамның өзі жасап шықты да, құрметті достар, вирусын. Яғни бұл да бір үлкен жыртқыштық қой, қаншама. Бірін-бірі қырып жою үшін өзінің атағын шығарып, белгілі бір деңгейде атағын шығару үшін, яғни бір мүддеге жету үшін бір жаңалық үшін. Бірақ оның өзі үлкен деңгейде адамдар жыртқыштық жасауы болып табылды да сол адамдар. Енді сонымен қатар қарапайым және бір мысал, төртінші аргумент бұл менде билік табылды, саясат. Құрметті көршілер, қараңыздаршы, ең лас жер қай жер? Саясат. Неге? Себебі сол бір жетістікке жету үшін өзінің мүддесі министр болу керек болма, жолда барады, жылда тосқауыл болма, ана адамды керек десең өлтіріп те тастай алады. Подставить етеді, сотқа тығады. Яғни жыртқыштыққа барады ғой, құрметті көршілер. Нағыз жыртқыштықты міне адам жасап отыр ғой. Бұны мал жасап жатқан жоқ, бұны адам жасап жатыр да, құрметті көршілер. Уақытысында да болды. Бұрын жыртқыш болмақ деу мүмкін. Бірақ адам қашанда жыртқыштығын тарихта да қараймыз, көрсетіп отыр да. Адам өзіндік деңгейде жыртқыштығын көрсетіп отыр. Мәселен, қазірдің өзінде қараңыздаршы, ата-анасын қарияларына беріп жатыр. Жыртқыштық па, жыртқыштық та, баласын туа салып, жетімдеріне салып жатыр. Жыртқыштық па, жыртқыштық. Аборт жасатып жатыр, аборт жасап жатыр. Яғни дүниеге келмеген нәрестесін өлтіртіп жатыр. Бұл да жыртқыштық қой. Өлтірген адам емес, оны өлтірген врачтың өзі жыртқыштық жасап жатыр ғой қазір. Құрметті достар, эвтаназияны алатын болсақ, құрметті достар, өзі укол салып, врач Гиппократ антын ішіп алды да, барады да, укол салу керек па, өлтіру керек па, барады да өлтіреді. Яғни құрметті төрешілер, адамның өзі үлкен жыртқыштыққа осы жерде бой алдырып отыр ғой. Сонымен қатар
бәріміз білеміз. Дүниеге келген қыздарымды өлтірді ғой. Міне мына жыртқыштық, иә. Міне осылай тарихтың өзі дәлелдеп отыр адамның жыртқыш екенін, және қазір де біз оны көріп отырмыз, иә. Сонымен қатар кекшілдік, адамның жыртқыштығының және бір көрінісі осы кекшілдіктің нәтижесі деп отыр, құрметті көрушілер, құрметті достар. Адам 10 секунд ба? 30 секунд. 30 секунд қыса беріңізші. Яғни адам кек сақтайды. Мен мүмкін енді айтпай қояйыншы. Мүмкін бір адамнан бүгін жеңілдім ба, кек сақтаймын да келесі жылы міндетті түрде дайындалып қоямын. Ананы жеңу үшін өз мүддеме бару үшін да. Яғни кекшіл болады адамның да. Мейлінше осы жерде көп дебатерлар да кекшіл да. Кекшілдіктің нәтижесінде ол жыртқыштыққа барады. Ананы аямайды, аузына келген айтады, ұрсады, жеке басына қол салады. Бұның өзі жыртқыштықтың бір бейнесі. Жыртқыштық деген бір адамды барып өлтіру немесе сою ғана емес. Жыртқыштық өз мүддең үшін барша ештеңені аямау, өз мүддеңе қол жеткізу үшін ештеңеден тайынбау керек. Рахмет. Енді сұрақ бөліміне кезек береміз. Иә, 2 минут сұраққа. Уақыт бітті. Достар, президент және кандидат 2 минут бар. Кандидатта сұрақтар бөліміне. Жыртқыштық тек қана өлтірумен шектеледі? Жоқ. Айтқанмын, өз мүддесін Жануарлардың арасында. Өлтірумен несі көп жануарлар? Ол да жейді сонымен шектеледі ғой. Ол қорып тастайды. міндетті түрде жоқ. Сонымен бітеді. Сосын келесі сұрақ. Жыртқыш болып тұр олар. Әдейі жыртқыш болып тұр ма дейді? Амал жоқ тұрмыш. Мүддесі үшін ол әдейі жыртқыш. Жануарлардың мүдде болады. Иә, қанын тойғызу үшін қоян жейді ғой. Мүддені қойып алады ғой сонда олар. Келесі нәрсе. Мына сөзбен келісесіз ба? Адамды жануарға теңеме, ол жануардың несіне арына тиіп кетеді. Алдан төмен келген келесі нәрсе. Жануарлардың арасында жыртқыштық қатынас, биологиялық қатынас бар. Қатынастың төрт түрі бар екен да, биологиялық, химиялық, және қоғамдық қатынас. Жануарлардың арасындағы жыртқыштық биологиялық қатынасқа жатады екен. Адам осы төртеуіне түседі екен. Жануар биологиялық қатынасқа түсу, ол жыртқыш болды, иә? Келесіз ғой. Келесі нәрсе. Жануарларда қандай нәрсе бар ма? Ажырасып кету, жетім қалу. Адам мүддеге жете ма дейді? Нәтижеге жету үшін мүдде болған емес. Мүддеге жетеді. Мүддесі солай. Мүддесі нәтиже. Оның қалау мүддесі, яғни билікке жетем. Мүддеден кейін не болады? Мүддеге мүдде болады. Мүддеден кейін мүдде, нәтижеге жетпейді ешқашан. Мүддеден кейін бәрі мүдде. Адам ешқашан қанағаттанбайды, неше қанағат. Жануардың білімі бар. Бар деп жүрмін. Болды, рахмет. Ойын жалғастырамыз. Рахмет, ойын жалғастырамыз. Ойын алаңына. Ойын алаңына онда кандидат Нұртуған мырза, уақытыңыз 6 минут, тиімді пайдаланыңыз. Армысыздар, құрметті ойыншылар, құрметті форум, бүгінгі төрешілер. Енді бүгінгі қызықты бір нәрсе болып тұр. Алдын ала сұрақтар қойғаннан кейін бәрін түсінген шығарсыздар, иә? Адам мүддеге жетпейді. Оны бәрі біледі. Адам мүддеге жетпейді. Адам мүддесі арқылы бір нәрсеге жетеді. Ол адамда болады да, менің мүддем біреуді өлтіру. Мен оны өлтірем, мен нәтижеге жетем, мүддеге емес. Яғни мен мүдде арқылы жетем да. Бұл жерде дұрыс түсіну керек осыны. Яғни мүддеге іс-әрекет арқылы жетем дегенсіз, мен өзіме мүдде алу үшін іс-әрекет істеймін ба сонда? Мен біреуді өлтірем деп ойлауым үшін маған бір іс-әрекет істеу керек па? Ойланып көрсеңіздер болады, мүддеге адам жетпейді ол. Қателескен шығар. Одан кейін мынандай нәрселер, жануарлардың арасында жыртқыштыққа байланысты, ол биологиялық қатынас. Оны ол амал жоқтан істеп отыр. Оны өлтірмесе, ол өзі өледі аштан. Или оны өлтіреді, или өзі өледі. Екеуін біреуін істеу керек. Оның басқа амалы жоқ. Амалы жоқтықтан деген түсіну керек та. Енді қазір мен сіздерге осыған байланысты келтіріп бердім ғой. Одан кейін
дефиницияда былай айтып тұр, адам бәріне қолдан келетін, адам қолынан бәрі келетін дейді да, адам тірі тұр. Немесе адам бүкіл физиканың заңын бұзып қайтадан заң істей ала ма өзі? Керек емес деген сияқты. Адам өзі өлгісі келмесе өлмей қалады ғой. Мен осыған яғни бұл жерде дефиниция дұрыс емес келесі. Белгілі бір мынандай айтады да, белгілі бір жету жолында барлығын аямау дейді да. Бірақ ол жануарда ол жету жолында барлығын аямаймын демейді ол. Ол амал жоқтан сол бар нәрсесін, ол бір нәрсесін қолданады. Скорость болса скоростын, күші болса күшін қолданады. Барлық нәрсесі болмайды ода. Яғни бұл жерде дефинициялардың дұрыс емес екенін көрсетіп бердім, одан кейін келтірдік. Енді мен өзімнің немді алып отырмын. Адам тәуелсіздік, менің құндылығым тәуелсіздік. Утопиялық. Бірақ адам тәуелсіздікке жетпейді. Және мен дефиниция айтып бере салайын, кейін ала беремін. Адам дегеніміз қолындағы бар мүмкіндіктері шектеулі, бірақ соны шектемеулі болу үшін ұмтылатын тірі ағза, санасы бар. Қолындағы несі шектеулі, дефиницияға дұрыс екенін түсініп алыңыздар. Және ол шексіз болғанына ұмтылады. Оның өлгісі келмейді, ол заңдарға бағынғысы келмейді, және оған қарсы шығып отырады. Енді келесі жыртқыш, биологиялық қатынастың түрі жануарлар арасында біреу бір-бірін өлтіруі, соңында жеумен бітеді, жеуден кейін қорытады, одан кейін айтпай ақ қояйын. Жалпы солай болады, қорытылады, сонымен бітетін нәрсе. Ол жыртқыштық, биологиялық қатынас. Енді келесі қарапайым тұтасқой ретінде қатынастың төрт түрі бар: биологиялық, химиялық, физикалық және қоғамдық қатынас. Осыған төртеуіне де адам түседі. Ал жаңағы жануарлар биологиялық түріне ғана түседі. Бұл жерде менің айтайын деп тұрғаным, адам жыртқыштан асып кеткен. Ол жыртқыш деген ол сөз оған тән келмейді, ол жануарға тең, ол жануардың артынан жетеді деп бағана айтып бердім ғой. Яғни бұл жерде бір түсіндіретін нәрсе, адам оны қажетті жануарлар сияқты ол тірі қалу үшін біреуді өлтіріп не қылмайды. Ол тірі қалады, ол оны өлтірмесе де тірі қалады. Бірақ ол саналы түрде оны біле тұра, істеуге болмайды, біле тұра соған ұмтылады. Бұл жерде осыны түсіру керек еді негізі. Одан кейін менің құндылығым тәуелсіздікке ұмтылу дедім да, тәуелсіздік, утопиялық яғни. Тәуелсіздікке ұмтылу үшін адам не істейді? Адам белгілі бір іс-әрекеттер жасайды. Біріншісі, екіншісі білім алады. Жалпы деңгейде білім алады. Окей, үшіншісі оны пайдаланады. Қандай ғой психологияда оқу, еңбек, жұмыс деген сияқты да. Өзі психологтар білетін шығар. Былай алып келуге болады. Қарап отырсаңыздар, адам жануардың деңгейінен төменге, жоғарғы деңгейдегі не екенін айтып беріп, жыртқыш емес, ол жыртқыштан асып кеткен, жануарға теңеу керек жоқ оны. Адам адамгершіліктен безіп кеткен бір существо, организм деп алып беруге болады да. Қараңыздар, қандай жануарды көрдіңіз, өзі яғни еркек қасқырмен еркек қасқыр қосылып немесе басқа да бір жағдайлар істеп жатқан. Бұндай жағдайлар жоқ. Одан кейін келесі нәрсе, қандай жануарды көрдіңіз, қазанға салып бір-бірін пісіріп, анау Шыңғыс ханның әскері сияқты анау бір-бірінің жауларын алып, оны қайнатып пісіріп, барынша қинап жатқан. Жануарды өлтіргенде қинап өлтіре ме? Ол барынша өлтіреді, одан кейін жеуге тұрса жегеді, қорытып тастайды болды. Ал одан кейін қашан көрдіңіз? Белгілі бір жануардың бүкіл жануарларды бүкіл табиғатқа қарсы оқталған нәрселерді жасап шыққан. Адам жасап шықты. Атомный қару, биологиялық қару, ол жануарларды пайдаланады, ол барлығын пайдаланады. Өзіне берілген мүмкіндік барлығын пайдаланып отырса, сол арқылы ол тәуелсіздікке ұмтылады. Тәуелсіздікке ұмтылады, бірақ тәуелсіздікке жетпейді ол да өледі. Өйткені ол заңға бағынады, тәуелсіз болмайды. Яғни бұл жерде менің құндылығыма жету жолында сіздің неңіз, мүддеңіз тәуелсіздікке жету жолындағы бір жол ретінде ғана қарастырылып кетеді. Ол мүддесін қуалау жолында ол тәуелсіздікке жетеді. Жетпейді то есть. Соған іс-әрекеттер жасап, соңында бүкіл денесіне зиян келтіріп кетеді. Немесе дәл осы адамзат табиғатқа осынша зиян келтіргенге дейінгі уақытта қандай да бір жануардың белгілі бір тұрғыда табиғатқа қаншалықты зиян келтіргенін білесіздер? Білмейсіздер, иә? Бірақ адам соғыс кезінде қаншалықты атомный бомба, энергия бомба, яғни планетаның өзінің есіне шығып кетуіне деңгейге дейін жеткізген болатын. Яғни бұл жерде де нені түсіндіріп берген болады. Одан кейін келесі. Былай айтуға болады да, бағана айтып кеттім, мен осы сөзбен қосыламын. Қоғамдық қатынасқа байланысты айтып кетсем, маған 4 қатынас бар дедім ғой. Адам қоғамдық қатынаста адамның мінез-құлқын зерттеп біту мүмкін емес. Қасқырлар зерттеп бітуге болады. Қыста терісі өседі, бүйтеді, одан кейін ол өлтіреді, одан кейін өледі, одан кейін қартайғанда өледі, күшін тастайды, болып кетті. Адамның қатынасын зерттеу мүмкін емес. Адам әрқайсысы әртүрлі ойлайды да, әрқайсысы әр жаққа ұмтылуға тырысады. Біреуі басқа нәрселер істеп жатыр, біреу бірдеңені жарып жібергенді жақсы, біреулерді өлтіргенді дұрыс көреді, біреулер зорлап кеткенді дұрыс көреді, біреулер басқа нәрсені. Яғни ол жерде оны басқару мүмкін емес. Адам әрқайсысы әртүрлі ойлайтын, ол жануардан асып кеткен және жыртқыштан асып кеткен деп түсіндіргім келіп тұр. Одан кейін мынандай адамның бір қызық жері, оған қажеттілік болмаған жағдайда да осы іс-әрекеттерге барады. Мысалға қараңыздар, әлемде соғыс ашқан кезде
сол соғыстың болуына қандай қажеттілік болды деп ойлайсыздар? Олардың қарны қатты ашып кетті ма, немесе сол біреулерді өлтіру үшін олар соны өлтіріп жегісі келді ме, каннибализмге барғысы келді ме? Барғысы келген жоқ. Яғни олар өздері бір-бірін каннибализмге апару үшін осындай нәрселер, аштық немесе басқа да жағдайларды өз-өздеріне ұйымдастырып берді. Ал жануарлардың бір-біріне аштық ұйымдастырып берген кездері бола ма? Яғни ол болмайды. Осы жерден түсіндіріп беруге болады, адамның соншалықты деңгейде адамдықтан безген тірі азайды. Ол жыртқыш емес. Жыртқыштық тоқталады сол жерде. Рахмет. Сұрақ бөліміне кезек берсек, президент мырза, ханым, уақытыңыз 2 минут. Кандидат. Позицияңыз не? Позицияңызда? Адам жыртқыш екенін дәлелдеу ма? Жыртқыштан асып кеткен. Рахмет, қолдап бар. Сосын, сіз бүгін финалға шықтыңыз, клуб керек болған үшін, иә? Айтып қойыңыз негізі маған. Жай ойнап жасауыңыз, иә? Сәттіліктің арқасы, бірақ мүддеңіз Жоқ, ол нәтиже болды. Мен бүттім. сосын бірдеңе айтайыншы, амалсыздық ол белгілі бір деңгейде уақытында ақымақтық жасағанның нәтижесі ғой, иә? Белгілі бір жерде сен ақымақтық жасаған үшін амалсыздық деңгейіне жетіп қаласың ғой, иә? Белгілі бір жерде сен ақымақтық жасаған үшін кейіннен амалсыз сен уже нәтижесі болып қалса сен амалсыз Адам істеп жатыр. енді хайуан адам мейлі тәуелсіз болу да жыртқыштық қой, иә? Тәуелсіз болу да жыртқыштық? енді жыртқыш жануарларды айтып жатырсыз, олар тәуелсіз ғой, иә? Жоқ, тәуелсіз емес. Сізге бармаймын. Ал? Сізге бармаймын. Чүп-чүп деген сөйлейік. Мысық өлтірер алдында тышқанмен ойнайды ғой, иә? Негізі бір тышқанды кемінде 20 минут ғой. Яғни ойнап өлтіреді, сосын барып жейді. Ойнап өлтіреді, сосын барып Мысық жейді. баққан ойда біліп жүрді, иә? Сосын адамдардың негізі жануарлардың артықшылықтары бар ғой, қосыласыз? Артықшылықтары бар, иә, кемшіліктерді. Жануарлардың артықшылықтары Бірақ бар. art кемшіліктерді. Енді оның сөйлей алуы, бір затты ұстай алуы, Иә, олар 80 км сағатына жүре алады дейді. Автобустан өсіп кетеді. Жақсы. Онда кандидаттар перестройка уақыты. Ортаға шықсақ. Перестройка? Иә. Жақсы. Еншіңізде 1 минут 10 секунд бар. 10 секунд алуға байланысты. Кеттім, түсінесіз. Иә, айтқан сөздеріне бір қуаттық деген сияқты, иә? Кеттік, уақыт кетті. Бірінші, бұл кісі айтады маған сұрақ беретін кезінде адамды малдан жоғары, жануардан жоғары деу жануардың намысына тиеді ғой, иә дейді да. Сосын мен айттым, адамның кейбір жұмыстары жануардан төмен екендігін көрсетеді. Ал бұл кісі айтады да, адам ол білімді, адам жоғары өзі жаңа қосылды да, адамның жануардың артықшылықтары бар екен. Яғни өз-өзіне қарсы шығып отырмын. Сосын тәуелсіз болу да жыртқыштық қой десем, иә, негізі бәріміз білеміз, жануарлар сыртта жүре береді, еркіндік бұл жыртқыштық. Яғни адамның да тәуелсіз болып біреуді мойындамауы, яғни мен айтқан жаңа аргументін көзқарасым, осының бәрі позицияңыз не деген адам жыртқыштығын сені жоғары деңгейде жыртқыш екенін дәлелдеу. Яғни үлкен рахмет сіз менің позицияма қосылғаныңыз болса, адам енді сонымен қатар мен айттым да, сұрақты бердім, жауап бере алмады да, адам ол амалсыз қалады да, яғни ол жыртқыштыққа барады ше, яғни айттым мен, адамның ақымақтығының арқасы оның амалсыз деңгейге түсіп қалу ше, яғни қолынан ештеңе келмейді оның. Себебі белгілі бір уақытта ол ақымақтық жасады, яғни адамның ақымақ екендігінің дәлелі. Сонымен қатар және бірдеңе 10 секунд қоса беріңіз. Мейлі, және бір айтып кететін дүние, құрметті төреші, менің аргументімнің бірде-біреуінің ешқайсысына да қарсы келмейді. Кандидат, 1 минут. Кетті. Былай айтады да, адамның жоғары адам қасиеттері артықшылықтары ғой дейді. Мен бағана айтқан кезде адамды жануардан төмен, жануарға теңестіру деп айттым. Тең дәрежеде көру. Бұл жерде жоғары деп түсінген болады. Адам жоғары, адам қасиеттері бар. Яғни осы жерде адамды жоғары теңестіріп деп дұрыс түсінбей қалды. Одан кейін позицияға байланыстыра мен былай түсінуім мүмкін да 79 мен или 34 пен барам ба? Яғни бұл жерде екеуміздің жететін жеріміз бір болуы мүмкін, бірақ мен 39 мен тезірек барам деген сияқты түсіндіріп беруім да. Яғни мен позициямды қолдап кеттім деген дұрыс емес. Мен нәтижесі бір болғанымен мен жету жолым басқа, мен құндылығым басқа. Адам мүддеге жетпейді, адам нәтижеге жетеді мүдде арқылы. Бұл жерде дұрыс түсіну керек. Одан кейін келесі
ақымақтық дейді да, адам ақымақтығынан қолына ештеңе келмей қалады. Адам ақымақтығынан бомба істеп қолына ештеңе келмей бәрін жарып жіберді ғой, қолына ештеңе келмеген. Одан кейін адам жануарлар олар тәуелсіз дейді да, адамдар сонда жануарлар тәуелсіз болса неғып заңдарға бағынып олар өледі? Неге ол аспанда біреулері мысалға суда жүретіндер неғып аспанға ұшып кетеді? Олар да тәуелді. Олар судан шыға алмайды, суда жүретіндер. Аспанда жүретіндер су ішкен ол тәуелді. Одан кейін менің аргументтеріме тиіспей дейді да, позицияға қарайтын болсаңыздар, аргументте тиісе алмайсыз ғой, мүддеге іс әрекетпен жетесің дейді. Адам мүдде мен іс әрекетті қосып нәтижеге жетеді да менің немен. Яғни ол тәуелсіздікке ұмтылу барысында. Ол рахмет. Рахмет. Мейлі, рахмет. Адам қанағатсыз деп мен айтып кеттім, ол жерде тағы дәлелдейді да, адам мүддеге жетпейді дейді да. Расында бір мүдде алдыма оған жету барысында жаңа мүдде сода пайда бола берді. Бір кубок алдым ба, екінші кубок ала бергім келді. Мерей Ермахан бекерге 34, кеше 35-ші кубок алды. Өзі айтады да, малдардың арасының өзінде жоқ дейді да, еркек қасқыр пен еркек қасқыр деген сияқты. Яғни ол адамның өзінде бар да, яғни адам жануардан да жоғары деңгейде жыртқыштыққа барып тұр да, өзі осы болап үлкен рахметті жыртқыштыққа және бір дәлелдеп бергеніне ше, және бұл амалсыздық, ол ақылсыздығының нәтижесіне келіп тұр. Сонымен қатар мен айтып кеттім және тарих ашық бәрін айтып кеттім, бірақ ешқайсысына қарсы келген жоқ та, яғни өзі қолдап отыр. Расында уақытысында жыртқыштықпен болған. Себебі бұл кісінің де өзінің позициясы сол болып тұр ғой, жыртқыштық екенін дәлелдеу да, құрметті төрешілер. Сосын позицияңыз не деген? Позициясы тағы жыртқыштықты дәлелдеу, сосын қажеттілік болмаса да іс жасайды деді да. Яғни құрметті төрешілер айтайыншы, қажеттілік болмаса ешқандай іс жасамайды. Қажеттілік болғандықтан Нұртуған мырза жаңа осы жерге финалға дейін келді да. Не келесі өңірде. Рахмет. Жалғастырамыз. Кандидат 1 минут. Келесі адам қанағатсыздыққа байланысты айтады да, адам қанағатсыз болатын болса, адам неге күніне 2 табақ артықтан тамақ артық жей алмайды? Ол қанағатты өйткені тойды. Тойғаннан кейін ол жемейді. Келесі нәрсе ол, келесі неге дейін, яғни оны ойлап көруге болады. Одан кейін қанағат тарихта былай айтады да, адам тарихында бір-біріне аштық істеді, бір-біріне бомба істеді дейді да. Вот именно адам жыртқыштан асып кетті, адам жануарлар бір-біріне істеген жоқ қой жыртқыштан. Болды, асып кетті, жыртқыштан аса екен көрсетіп жатыр. Одан кейін келесі адам қажеттілікіне байланысты 34 пункттан 35-ші пунктта алып жатқан сияқты нәрселерді айтады да. Ол адам қажеттілігі емес, ол адамның нәтижеге жетуі. Менің аргументім тағы да келеді. Нәтиженің ішінде ол мүддесі оған алу болады, ал нәтижесі ол сіздің айтып жатқаныңыз нәтиже. Нәтижеге мүддемен іс әрекет етеді. Рахмет. Кет, ары қарай. Сосын бірдеңе айтып кетейін, жыртқыштықтан асып кетті дейді, бірақ құрметті төрешілер, бұл кісі жыртқыштықтың не екенін өзіне дефиниция бермеді. Мен жыртқыштық екенін, бір мүддеге жету жолындағы ештеңені аянбайтын тірлік екендігіне қосылып кетті. Яғни жыртқыштық не екенін айтып бере алмаған адам қалай жыртқыштықтың жоғары, орта, төмен деңгейі бар деп екіншіден қарны тою қанағатсыздық емес, адам қарны ол өзінің тамақ жеуін тоқтатады. Бұл қанағаттылық емес. Айтады ғой, қарның тойса да көзің тоймай отыр дейді ғой адамдар ше. Мәселен сол сияқты қарны тою мүмкін ол, бірақ ешқашанда нәпсісі тоймайды, адамның нәпсісі ешқашан тоймайды. Сосын жаңа мен сізге жету жолында көбіқа деп айттым да, мәселен құрметті төрешілер, қараңыздаршы, дәл осы жерде бүгін кім өзінің әріптесімен ойнамаймын деп айтты. Яғни өзінің финалға шығар деген мүдде қойды да ол өздерше сол мүддеге жету барысында өзінің клубында бірге жүрген адамның есіне қарсы шықты ғой құрметті төрешілер. Яғни кез келген адам өзінің мүддесінің жолында ештеңеден аянбайды. Ол мен бірге жүрген дос болсын, даже тіпті кейбіреулер ата-анасымен баласын аямай жатқан кезде адам ешкімді аямайды. Келесі жыртқышқа бізге анықтама бермейді дейді. Мен жыртқыш деген ол биологиялықтан шыққан және 4 қатынастың ішінде тек қана биологиялықтарына қамтылады дедім. Ал адамдікі ол 4 қатынасын қамтиды. Яғни бұл жерде ол өте жоғары 4 есе көп деген есептеп беруге болады. Одан кейін мынандай айтады да, қандай жануарды көрдің, яғни өзіне өзі қарсы ойнап жатыр дейді да. Ол бір-бірін қорғау үшін, біз өзімізді дамыту үшін ғой. Мысалға қасқырлар жолбарыстардың өзі бір-бірімен төбелеседі, қайсысы мықты территорияда кім әйелге үйленеді деген сияқты. Олар да төбелеседі да, ондай деңгейде алатын болсам ойнаудың керегі жоқ. Келесі өзінің жету жолына байланысты айтады да, кез келген жету жолында кез келген іс-әрекетке барады дейді да. Бірақ енді біреуге жетіп алу үшін жануарлар ұшып өткен көрген жоқсыз ғой, бірақ адамдар ұшады. Ол жыртқыштар өте жоғары деңгейде екенін түсіндіруге болады. Рахмет. Келесі 4-ші минут кетті. Мен жыртқыш деп жатыр, жыртқыш туралы әңгіме етпей қойыңыз, сіздің жыртқыштың не екенін білмейсіз деп па. Екінші, бізден енді құрметті төрешілер, біз қарсы ойнап өзімізді дамыту үшін, ал не үшін дамимыз? Белгілі бір деңгейде өзіміздің ойымыздағы, мүддеміздегі адамға айналу үшін ғана дамымаймыз. Яғни осының өзіне өз мүддеңдегі адамға айналу үшін сен жыртқыштыққа барып отырсың. Қосылған үшін үлкен рахмет. Сонымен қатар төрт фактор дейді, биологиялық болсын, басқа болсын, кез келген факторда белгілі бір деңгейде, төмен болсын, орта болсын, жыртқыштық деңгейі міндетті түрде болады. Рахмет. Келесі 4-ші минут.
келесі бір қызық нәрсе, бағана тура осының алдында нәрсе кетті. Бұл жыртқыштың өзін не білмей жатқан дер жыртқыштың дәрежесі болмайды, ол жыртқыштық болады деді да. Енді шықты да өзі төмен жоғары дәрежедегі жыртқышты айтып жатыр дейді маған. Яғни ол дәрежесі бар екен деді. Ол бірінші нәрсе. Келесі нәрсе, ол дамудың өз ойы. Былай айтады да, біздің дамуымыз өз ойымызға жету үшін дейді да, бірақ жануарда ой болмайды ғой, иә. Мен мынаны қалай істеймін деп ойламайды, ол өмір сүру үшін дамиды. Ол қатты жүгіреді, өйткені ол арыстан оған жетіп алуы мүмкін. Ол өмір сүру үшін ол қажеттілік. Ал адамға қажеттілік бар ма сондай бірдеңе? Ол инвалид болса да отыра бермейді ол. Ойланып көрсеңізші. Жақсы, 5 минут кетті, Линкольн. Ешқандай адам болмайды, который қажеттілік жоқ. Осыны айтпайтын. Кез келген адамда қажеттілік. Ең құрғанда тыныс алуға қажеттілік болды, ең құрғанда тамақ ішіп дәретке бару деген сияқты. Кез келген адамда қажеттілік болды. Ол міндетті түрде. Сосын жаңа айтып кетеді, жыртқыштықты деңгейге бөлемаймыз дейді. Құрметті көрушілер, мен жыртқыш деңгей деген жоқпын. 4 факторда да болады. Белгілі бір мөлшерде де деңгей мен мөлшер екі түрлі болады, құрметті көрушілер. Мен осыны айтып кетейін. Белгілі бір мөлшерде де. Яғни сенің бүгінгі дебат ойнаған кіші мөлшердегі бір жыртқыштық болуы мүмкін, бірақ адамды өлтіріп тастаған жыртқышпен екеуін теңей алмайсың ғой. Міне осы екеуінің мөлшерін айтпаймын, бірақ деңгейге бөлген жоқ. Сосын жануарлар арасында айтты, құрметті көрушілер, және бір айтып кетемін, біз бүгін жануар емес, адамның арасындағы жыртқыштықты ойнап жатырмыз. Кандидаттың соңғы сөзі 1 минут. Рахмет. Жыртқышты жануар арасында ойлап жатқан жоқпыз дейді да, бірақ жыртқыш деген сөз материализм және идеализм деген сөз бар, иә. Жыртқыш деген сөз ол жануарда болды, адам оны өзі абал жануарға қарап, жануардан алған шыққан сөз да, ол биологиялық түрде ол жаман нәрсе істеп жатыр, оны жануардан алып өзіміздің сөзімізге енгізіп алып ағылшынша басқаша айтылады ол. Одан кейін келесі, адамның мынандай деңгейі мен дәрежесі екі түрлі нәрсе дейді да, бірақ деңгей мен дәреже деген ол синоним сөздер ғой, екеуі бір нәрсе да, айырмашылық көрсетіп тұр. Одан кейін келесі нәрсе көрсетіп берді да, адамдардың мынандай мышық ойнайды дейді да, бірақ жолбарыстың да анау еліктің лағын қолдап қалған кезі болды ғой, иә. Сонда ол жануар адам болып кетті деген сөз ба? Видеосын көрген жастар, елікті жолбарыс келесі жолбарысқа жегізбей қорғап өзінің несімен жауап қалады. Келесі жолбарысты ұрып қайтарып жібереді. Яғни бұл жерде жануар ол адамға айналып кетті деген жануар адамшылығы деп айтып болған ғой. Ойлану керек. Осы ойлану. Болды, иә? Жақсы. Енді кандидат президенттің соңғы сөзі. 1 минут, иә? 1 минут. Жануар адамға айналып кеткен жоқ қой дейді да. Дұрыс, жануар адамға айналмайды, себебі оның санасы ол деңгейге жетпейді да. Адам көтере алатын білімді ол көтермейді. Ол дәл ол сияқты сөйлей алмайды жаңа айтқандай. Бірақ адам жануар деңгейіне түсе алатын жаңа өзіміз екеуміз қосып дәлелдедік. Мөлшер мен деңгей екеуі екі түрлі дейді. Құрметті екеуі бірдей да, құрметті көрушілер, қайдағы деңгей болады? Ол мәселе бірінші деңгейдегі су, екінші деңгейдегі су, үшінші деңгейдегі таза нағыз таза су, бірінші деңгейдегі су сияқты сорттарда ол деңгей. Ал мөлшер деген 1 литр су, 2 литр су, 3 литр су. Міне осылай. Біз жыртқышты жануарлардан алдық қой дейді. Дұрыс, жыртқыш деген сөз жануардан алған шығармыз. Бірақ біз дәл қазір сол жануардан адам алған қасиет туралы айтып жатырмыз да. Оған ештеңесі жоқ та, бірақ адамда нағыз сол жануарларда қасиеттің жануардан да артық деңгейде дамып жатқанын көрсетіп жатырмыз ғой. Онсыз ба? Рахмет. Болды ма? Бітті. Енді достар